Әдеке досым бергеш, мен саған мастер-класс көрсетейін. Қандай класс дейсің, брат? Мастер-класс, да. Встречается с Ливерпулем. Гол! Конкретно, брат, случайный гол ғой. Комиссияны көрсетем. Міне! Гол! Тығып ал, комиссияға барғой, екінші таймда көрсетем. Гол! Брат, мына барғы джойстигін дұрыс жасамай тұр менің. Давай алмастырып өт, кел. Алмастырайық. Комиссияны көрсетем. Гол! Көрсеуінде басым салды. Неме повтор көріп өтсің, нам бәрі простой голдар ғой. Конкретно бар ғой досым. Мен FIFA 2019-ды енді үйреніп жүрмін. Әйтпесе жыртып алушы емесің. Ғы деген өйтіп жазылмайды. Шәкәрім, түкке 2000 жол екен ғой сенің, а? Ей, ыңда бүйтіп жазылмайды. Ыңның құйрығы болады. Қолын үшін. Мен ана пастасым бар ғой, Ержан. Соның баласы Бақалек. Бүйтіп әрі жазбақ түгілі диктант жазып жүр, білесің ба? Ана 3 ай каникулда лағып жүре бермей, бірдеңе оқу керек екен. Қолын үшін, папа, Бақалек, мамасы мен папасы мұғалім ғой. Ей, оқитын адам оқиды, оқымайтын адам сылтау табады. Папа, мен сізге соңғы рет айтам, латынша ғ олай жазылмайды, ағылшынша G секілді, бірақ та басында акут болады. Ыңда олай емес, папа. Басында ағылшынша н сияқты, басында акут болады. Папа, менің ана досым Бақалектің папасы Ержан аға молодец, латынша үйреніп, уже диктант жазып жүр дейді. Бір ай командировкада бос жүрмей, осыларды үйреніп жаттауымыз керек. Баламен біз кезінде немісше оқыдық. Бізге қиындау болады ғой. Қойыңыз, папа, оқитын адам оқиды ғой, сіздікі әшейін сылтау. Брачка, мама мен папа ауылға кетті. Келен PlayStation ойнайық. Братишка, қайдағы PlayStation? Үйге қыз шақырам мен қазір. Қайдағы қыз? Ұялмайсың ба? Мамам папаға қалса ше? Мамалар келмейді, ауылға кетті ғой олар. Сен онда PlayStation ойнап отыра бер. Мен мына қыз шақырам. Ма, братан, сонда не? PlayStation-нан қыз артық болып тұр ма не? Бауырым, қыз күнде келмейді. PlayStation-ді ертеңді ойнауға болады ғой. Шоколадың қандай тәтті. Кәде бастап ойнайық. Мен Хабибті аламын. Мен Макгрегор. Маржан, жүрші, мен саған бірдеңе айтайыншы. Шока, қоя тұрш. Қоя тұршы деймін. Жаным анашым, мен әскерге кететін болдым, солай шешім қабылдадым. Ай, шәкәрім балам, бармай қойса, сенсіз де ол жақта солдаттар толып жатыр ғой, балам ау. Бармай қойшы. Жоқ, анашым, ауылдағылардан ұят емес па? 2 жылдан кейін келем. Әкеме қарап қойыңыздар, барлық істерге аманат. Алло, мама, менде бәрі жақсы. Нормально, мама. Банкоматтан таныстар тапсайын тезет, мама, аты армияға кетіп қалған ғой. Давай, мама. Алло, Жан. Ертең сағат таңғы 9-да сонға кел. ЗАГСке тұрттаймыз, аты армияға кетіп қалам, давай. Оқу қызық емес таста. Туй, папа, тағы да ішіп алғансың ба? Көшеден келсем мен үйімде папамас, сен неге тағмассың, ұят қой папамас. Бір емес бірнеше күн келгенімде папамас. Ішкенімнен бүйрегім отказ бере бастады. Енді адамша жұмысқа тұрып, ішкенді мен тастаймын.